Саламатсыздар ма? Қазал аграрлық-техникалық колледжінің тамақтандыруды ұйымдастыру мамандығының өндірістік оқыту шебері Маманова Замира Серікқызы. Тауықтың төс етінен тағам әзірлейміз. Оларға қажетті шикізатымыз: тауықтың төс еті қажет, көкөністеріміз қажет, асылған жұмыртқа, ірімшік, дәмдеуіштер, сұйық майымыз және қаймақ қажет. Тағам әзірлеу үшін бізге тауықтың төс етін маринадтап алуымыз керек, яғни оған бізге дәмдеуіштер керек. Тұзды саламыз, жобамен, қара бұрыш, және қызыл бұрыш, яғни паприка. Сонымен қатар сұйық майымыз керек. Осыны жақсылап араластырып, тауықтың төс етіне жағамыз. Бізге тауықтың төс етін жуып тазалап, не қылып алдық, жұқа қылып кесіп, ұрғылағышпен ұрып алдық. Жұқартып тез пісу үшін осыларды орналастырамыз. Әрқайсысына яғни жаңағы дайындап алған тұздығымызды дайындаймыз, жағамыз. Тауықтың төс етін дайындап алдық, енді бетіне салма дайындаймыз. Бізге ол үшін қажетті көкөністерімізді майдалап тураймыз. Майдалап жауымызды турадық. Барлығын бір ыдысқа салып, енді қызанағымызды тураймыз. Бұны да майдалап тураймыз. Келесі асылған жұмыртқамызды үкіштен өткіземіз. Мінекей
саламызды өткізіп алдық. Ірімшігімізді өткіземіз. Оны да үкіштің майда жағынан сырымыз саламыз ірімшікке. Көп кететін сияқты қазір. Бетіне де керек қой бізге. Sarımsağımız gerek. Saldık. Енді бізге керек. Укропымыз керек. Укропты да майдалап тураймыз. Кішкене тағы қосайық. Салмасына көкөністерді дайындадық. Енді татымына қарай тұз себеміз. Сосын қаймағымызбен жақсылап араластырамыз. Салмамызды дайындап алдық. Енді әр кесек төс етінің бетіне орналастырамыз. Төс етінен тағамды дайындап болдық. Енді қызып тұрған пеште 20 минутқа 220 градуста 20 минутқа саламыз. Тағамымыз дайын болды. Енді бетіне ірімшік себеміз де барлығының бетіне. Әрқайсының бетіне ірімшік септік. Енді қайтадан пешке 5 минут салып аламыз. Тауықтың төс етінен мінекей тағамымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.